Алдымен капустаны жібітіп аламыз. Ол үшін капустаның түбін осылай кесіп алып тастаймыз. Қайнап тұрған суға капустаны салып, қақпағын жауып, 5 минуттай қайнатамыз. Капуста жібіді, видеода көрсетілгендей түбін кесіп, осылай капустаның жапырағын біртіндеп аламыз. Капустаның ішкі жағы толық жібімейді, сол себепті тағы да 5 минутқа қайнатамыз. Тағы да осылай түбін кесіп, капустаның жапырақтарын алып шығамыз. Капуста кішкене суыған соң, осындай қалың жерін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Ораған кезде ыңғайлы болу үшін. Енді капустаның ішіне салатын салмасын жасаймыз. Ол үшін тартылған еттің үстіне барынша майдалап туралған пиязды қосамыз. Күрішті саламыз. Күрішті алдымен салқын суға бірнеше рет жуып аламыз. Үстіне ыстық суды құйып, шамамен 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде күріш кішкене жұмсарып тұрады. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Капустаға салмасын салып, видеода көрсетілгендей барынша нығыздап, жақсылап ораймыз. Салмасына күрішті көп қоспауларыңызды кеңес етемін. Егерде еті көбірек, күріші азырақ болса, сол кезде дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда басқа да тағамдардың рецептері бар. Бір жасағаннан өте дәмді әрі ерекше болып шығатын тағамдар. Каналыма кіріп, қарап кетіңіздер. Голубцаларды жасап болдым, пісуге дайын. Енді зажарканы жасаймыз. Ол үшін қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, пияз, сәбіз, тәтті бұрыш, помидор қосып, кішкене томат қосып, барлығын араластырып, орташа отта қуырамыз. Өзіме голубцаны духовкадан гөрі сковородкаға пісірген ұнайды. Меніңше сковородкада тез әрі оңай жасалынады. Достар, тартылған еттің сапасы жақсы болса, ешқандай сіңірсіз, таза ет болса, сол кезде голубцы өте нежный болып, сондай дәмді болып шығады. Көкөністерді жақсылап қуырғаннан кейін үстіне қайнаған суды құямыз. Дәміне қарай тұз салып, голубцаларды біртіндеп салып шығамыз. Барлығын салып шыққаннан кейін бір рет қатты қайнатып жібереміз. Сосын оттың астын баяулатып, қақпағын жауып, шамамен 35-40 минуттай пісіреміз. Тамағымыз пісті, достар. Өте дәмді, сочный болып шықты. Жолдасымның сүйікті тағамының бірі, оған өте қатты ұнады. Осы тағамды жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Көп рахмет сіздерге. Барлықтарыңызға ас болсын.